Сәлем балалар, бүгін кезектегі нұсқамызды талдайтын боламыз. Бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, а, б, с нақты сандар және а квадрат плюс б квадрат плюс с квадрат тең 1 болса, онда а, б плюс б, с плюс а, с өрнегінің ең кіші мәнін табыңыз дейді. Так, енді балалар, біз бір-біріне а, б, с-ның қосындысын көбейтетін боламыз. Ол үшін, яғни біздегі а плюс б плюс с-ны өзіне 2 рет көбейтетін боламыз. Яғни, мына өрнекті алуымыз үшін көбейтеміз тағы да а плюс б плюс с-ға тең болады. Енді екі жақтан бір-біріне көбейткен кезде бірінші мына а-ны көбейтеміз мына жерде а плюс б плюс с-ға. Яғни, а-ны а-ға көбейтетін болсақ, а квадрат плюс а-ны б-ға көбейтетін болсақ, а б, а-ны с-ға көбейтетін болсақ, а, с деген мәнге ие боламыз. Сосын қосамыз. Енді б-ны а, б, с-ға көбейтеміз. Б-ны а-ға көбейтсек, тағы да а, б, плюс б-ны б-ға көбейтсек, б квадрат, плюс б-ны с-ға көбейтсек, б, с деген мәнге ие боламыз. Оған қосамыз. Енді с-ны мына жақшаның ішіндегі а плюс б плюс с-ға көбейтеміз. А-ны с-ға көбейтсек, а, с, сосын қосамыз. Б-ны с-ға көбейтсек, б, с, сосын с-ны с-ға көбейтетін болсақ, с квадрат деген мәнге ие боламыз. Бұл жерден енді барлығын ұқсайтын бір-біріне қосамыз. Яғни, біздегі квадраттарды бірінші бөлек жазып алайық. А квадрат, плюс сосын бізде б квадрат бар. Б квадрат плюс с квадрат. Тең оған қосамыз. Енді бұл жерде бізде а, б-дан екеуі бар. Сондықтан 2 а, б болады. Қосамыз. Тура сондай, б, с-дан да екеу болғандықтан 2 б, с болады. Оған қосамыз. 2 а, б, б, с, сосын а, с деген мәндер. А, с-дан бізде екеуі бар. Осымен осындай мәнге ие боламыз. Енді бұл жерден жақшаның сыртына екінші шығарып жібереміз. Өйткені барлығында 2 коэффициент бар алдында. Соны шығарып жібереміз. Ал мына жердегі а квадрат плюс б квадрат плюс с квадраттың мәні бізде 1-ге тең болғандықтан, мына жерде айтылған берілгенде 1-ге тең болғандықтан, орнына біз 1 деп жазуымызға болады. Яғни 1 плюс, мына жақта екінші жақшаның сыртына шығарсақ 2, мына жерде а, б плюс б, с плюс а, с деген мәнге боламыз. Ал бізге де тура осы а, б плюс б, с плюс а, с-ның өрнегінің мәнін табуымыз керек болады. Оны табуымыз үшін енді біз теңдіктің оң бетіне 1-ді өткізіп жібереміз. Яғни, екі жақшаның сыртында тұра береді. А, б плюс б, с плюс а, с. 1-дің алды плюс болғандықтан теңдіктің оң бетіне өткен кезде минус 1-ге тең болады. Ал бұл жерден мына көбейту 2-ні теңдіктің оң бетіне өткізетін болсақ, сол бетінде а, б плюс б, с плюс а, с тең болады минус 1 бөлінген 2-ге. Так, енді екінші сұраққа тоқталатын болсақ, екінші сұрақта бізде катер өзен ағысымен 18 км жүрген соң, өзен ағысына қарсы 20 км жүріп, барлық жолға 2 сағат жұмсады. Катердің тынық судағы жылдамдығы 20 км сағат. Ағыстың жылдамдығын табуға арналған теңдеуді көрсетіңіз дейді. Яғни бізде енді катер өзен ағысымен 18 км жүрген соң, өзен ағысымен бірге жүргеннен соң, өзен ағысына қарсы. Яғни не болған? Бірінші өзен ағысымен барған, сосын өзен ағысына қарсы жүрген. Екеуіне 2 сағат жұмсаған. Яғни өзен ағысымен жүрген уақытқа, өзен ағысына қарсы жүрген уақытты қосатын болсақ, 2 сағат уақыт шығады екемізде. Яғни Т1-ге қосамыз Т2-ні тең болады бізде Т общий деп алайық. Яғни Т общийіміз бізде 2-ге тең. Яғни Т1-ге қосатын болсақ Т2-ні тең болады бізде 2 сағатқа. Т1 деп жатқанымыз бізде Т1 дегеніміз өзен ағысымен бірге. Ал Т2 деп жатқан уақытымыз өзен ағысына қарсы жүзгендегі уақыт деп алайық.
Енді өзен ағысымен жүрген кезде біздегі катердің жылдамдығына өзен ағысының жылдамдығы қосылатын еді. Енді тыны табу формуласын еске түсірейік. Яғни уақытты табуымыз үшін басып өтілген жолды бөлеміз жылдамдыққа. Енді бізде өзен ағысы болған кезде бізде жылдамдығымыз қосылады, Т1-іміз тапқан кезде. Ал Т2-ні тапқан кезде, яғни өзен ағысына қарсы жүзген кезде біздің жылдамдығымыз азаяды. Біздің жылдамдығымызға өзен ағысының жылдамдығы қарсы болаттағын біздің жылдамдығымыз азаяды. Оны өрнекте жазу үшін S бөлінген V азайту A. Яғни A дегеніміз өзен ағысының жылдамдығы. Осылай болатын болса, енді формулаға келіп қояйық. Формулада S бөлінген V плюс A Т1-дің орнына жаздық. Оған қосамыз Т2-ні дейді. Т2-міз бізде тең болады S бөлінген V минус A-ға тең болады 2-ге. Так, енді барлығын өз орнына қойып шығайық. Өзен ағысымен жүрген жолы 18 км болғандықтан S-тің орнына 18 қоямыз. 18. Сосын біздегі катердің тынық судағы жылдамдығы, яғни тынық судағы жылдамдығы деген катердің өзінің жылдамдығы деген. V-мыз бізде тең екен 20-ға. Одан азайтамыз, оған қосамыз A-ны, яғни өзен ағысының жылдамдығын. Сосын оған қосамыз, S бізде өзен ағысына қарсы жүрген жолы 20 км болғандықтан 20 дейміз. Ал катердің жылдамдығы 20, одан азайтамыз A-ны, өйткені уже біз қарсы жүзіп жатырмыз, өзен ағысына тең болады 2-ге. Деген формула келіп шығады бізде. Бұл формуладан енді біз жауапты тауып алуымызға болады. Кешірім сұраймын. Мына өрнектің мәні тең болады бізде A-ның орнында просто так бізде X алған. Яғни мынаның С варианты дұрыс жауап болып есептелінеді. Енді үшінші сұраққа тоқталатын болсақ, Дархан, Айгүл және олардың 5 досы киноға бір қатардағы 1-ден 7-ге дейінгі отыратындай орындарға билет сатып алды. Дархан мен Айгүл қатар отыратындай, ал қалғандары өз орындарына отыратындай етіп, неше тәсілмен отыра алатынын табыңыз. Бұл бізде комбинаторика. Комбинаториканы шешкен кезде бізде мына есептерді торкөз әдісімен шешкен ыңғайлы болады. Торкөз әдісі дегеніміз бізде неше бала бар, соларға сонша торкөз саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 десек, бізде 7 торкөз болды. Сосын бізде неше адам болар, содан қайталанбайтын болса, кему ретімен жазатын едік. Яғни бізде 7 бала болған кезде 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 деп, солар барлығын бір-біріне көбейтетін едік. Яғни n факториал деген формула еді, осы формулаға түсетін еді. Бірақ бізде тағы да бір шарт бар. Дархан мен Айгүл қатар отыру керек. Яғни арасында басқа балдар қосылып кетпеу керек. Ол жағдайда біз 2 торкөзді 1 деп алуымыз керек болады. Яғни қазір басқа түскен белгілейік. Мына 2 торкөзді 1 деп есептейміз. Өйткені бізде Дархан мен Айгүлдің ортасында басқа балдар отыра алмайды шартында сол айтылған. Енді бұл жерде Дархан мен Айгүл отыратын болса, ал қалғандары мына жерде отыра береді. Яғни Дархан мен Айгүлді де бір адам деп есептеуімізге тура келеді. Оларды бір адам деп есептейтін болсақ, бізде 7 емес 6 болады. Сондықтан бізде мына жерге жазамыз 6, сосын мына торкөздің ішінде 5, 4, 3, 2, 1 жазылаттаған. Яғни бұнымыз тең болады мына жерде 6 факториалға. 1-ден 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. 6-ны 5-ке көбейтетін болсақ 30, 30-ды 4-ке көбейтсек 120, 120-ны 3-ке көбейтсек 360, 360-ды 2-ке көбейтсек бізде болады 720. 720 шықты. Біздің 6 факториалымыз тең болды 720-ға. 720. Ал енді бұл Дархан, сосын Айгүл отырған кезде. Енді олардың орындарын ауыстыруымызға болады. Яғни бірінші Айгүл отырады, сосын Дархан отырады. Айгүл, сосын Дархан. Бұл тағы да бір вариант. Яғни Айгүл, сосын Дархан десек, осындайдан тағы да 720 вариант шығады. Сонда 720-дан 2 деген сөз. 720-дан тағы да 2 көбейтеміз. Сол кезде бізде болады 1440. 1440 тәсілмен 7 оқушыны отырғызуға болады екен. Дархан мен Айгүл бірге отыратындай етіп. Жауабымыз D варианты болады.
Ал келесі сұрақ бізде 4-ші сұраққа келетін болсақ, фигурадағы сандар белгілі бір заңдылыққа сәйкес жазылған. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Яғни бізге осындай фигуралар берілген. Енді бұл жерде бізде істеуіміз керек болған нәрсе, екі қарама-қарсы төртбұрыштарды бір-біріне көбейтіп, бір-бірінен азайтамыз. Яғни 10-ды көбейтеміз 4-ке, азайтамыз 5-ті көбейтіп 3-ке. 5 көбейтіп 3. Яғни 14-ке көбейтсек 40, 40-тан азайтатын болсақ 5 жердегі 3-іміз бізде болады 15. 40-тан 15 азайтсақ 25 шығады. Яғни ортасында бізде 25 тұр. Екіншісін тексеріп көрейік. 8 жердегі 4, 8 жерде 4 азайту 6 жердегі 3. 8 жерде 4-іміз бізде 32, 6 жерде 3-іміз бізде 18. 32-ден 18 азайтсақ бізде болады 14. Яғни мына вариант дұрыс шықты. Так, енді бізден сұралған азайтамыз. 8 жердегі 5-тен азайтамыз 6 жердегі 3-ті. 8 жерде 5-іміз бізде 40, азайтамыз 6 жерде 3-іміз тағы да 18. 40-тан 18-ді азайтатын болсақ, бізде болады, неше болады? 22 болады. Яғни біздің жауабымыз 22. Бөлменің едені төртбұрыш тәріздес және өлшемдері 4 және 6 метр дейді. Осы бөлменің еденін жабу үшін өлшемдері 20-30 см болатын неше плита қажет екенін табыңыз дейді. Так, енді оны табуымыз үшін бізге математикадағы басты заңдылықты қолдану керек болады. Бізде математикада басты заңдылық метр, сантиметрлер бірге жұмыс істеуге болмайды. Яғни барлығының бірлігі бірдей болу керек. Не барлығына метр қылып аламыз, не барлығына сантиметр қылып аламыз. Бізге қазір барлығын сантиметр қылып алған дұрыс. Яғни бізде еден салып алайық. Еденіміз бар екен. Еден бар бізде. Ені 4 метр дейді, ұзындығы 6 метр. Яғни 600 сантиметр и 400 сантиметр болады бізде. Осындай еден бар екен, оған кішкентай плиталарымыз бар екен. Плиталардың размері 20 сантиметр, 20-ға 30 екен. Осындай плиталардан неше плита қажет екендігіні табуымыз керек екен. Енді біз табымыз. Мына жерге плиталарды салатын болсақ, мына плиталардан бір қатарда нешеу болады? 10 табуымыз үшін біз 600-ді бөлеміз 30-ға. Яғни 0-дер қысқаратын болса, 63-ке бөлетін болсақ 20. Яғни мына плитадан бұлайына 20 қатар кетеді. 20 салбетс. Ал енді биіктігін есептейік, енін 400-ден 20-дан нешеу кетеді? 10 табуымыз үшін 400-ді бөлеміз 20-ға. 400 0-дер қысқаратын болса, 42-ке бөлетін болсақ 20. Яғни 20 қатар 20 салбетс болады бізде. Енді оларды бір-біріне көбейтеміз. Яғни 20-ны көбейтетін болсақ 20-ға бізде болады 400 штук плита керек болар екен бізге. Яғни D вариант. Келесі 6-шы сұрақ. Суретте мотоциклші қозғалысының график берілген. Мотоциклші қозғалыс басталған соң қанша уақыттан кейін тоқтағанын анықтаңыз дейді. Яғни қозғалыс басталғаннан кейін неше уақыттан кейін тоқтағанын табуымыз керек. Ол үшін бізге жүріп өткен жол берілген, сосын уақыт берілген. Уақыт өткен сайын бізде не болады? Жылдамдық табуымызға болады, бұлар арқылы. 0-ден бастаймыз. Мысалы үшін 1 сағаттың ішінде біздің мотоциклшіміз осындай жол басып өткен. Яғни мына жерге дейін 5 болатын болса, 2,5 болса 7,5. 7,5 километр жол басып өткен. Ал 2 сағаттың ішінде, бір тор көзіміз 1 сағат болатын болса, 2 тор көзіміз 2 сағат болады. 2 сағаттың ішінде бізде 5-тен 3-еуі, яғни 15 километр жолды басып өткен. Нен кейін, уже мұнағына бір түзу сызық. Бұл деген не? Бұл деген біздегі мотоциклші қозғалысы тоқтады деген сөз. Яғни 2 сағаттан кейін біздің мотоциклшінің қозғалысы тоқтайды. Тағын 2 сағат тұрып, одан кейін қайттан біздегі жолыны жалғастырады. Келесі сұрақ бізде сурет бойынша дөңгелек фигурасына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Қарап тұрсақ, барлығында үшбұрыштар бар бізде.
ең соңында бізде қатынас берілген, яғни 4 бұрыштың 3 бұрышқа қатынасы 2 бөлу 3-ке тең екен. Енді бұл жерден біз 4 бұрыштың 2-ге еселі екенін, 3 бұрыштың 3-ге еселі екенін байқауымызға болады. Яғни 3-ке еселі 3 бұрыш пен 2-ге еселі 4 бұрыштың қосындысы 15-ке тең. Яғни мысалы үшін өздерінен бастайық, 2-ге 3-ті қоссақ 15 болуы мүмкін ба? Солай тексеруге болады. Яғни қалай? 2-ге 3-ті қоссақ бізде бола ма 15 дейді. Бұл бола алмайды. Бұл бола алмағандықтан 2 мен 3-тің еселі сандарын аламыз. 2 еселейміз. 2 еселесек, мынау 4, мынау 3-імізді 3-те 2 еселесек, бізде 6 болады. Екеуін қоссақ 15-ке тең бола ма? Болмайды, иә? Одан кейін оны 3 еселейміз. 2-де 3-ті 3 еселейміз. 2-ні 3 еселесек 6, 3-ті 3 еселесек 9 болады. Қосындысы, так, бізде 15 бола ма? 6-ға 9-ды қоссақ 15 болады. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз біздің 4 бұрышымыз 6-ға, 3 бұрышымыз 9-ға тең деген сөз. Енді бізде дөңгелек табуымыз үшін 3 бұрышты апарып қоямыз. 3 бұрышымыз бізде 9-ға тең болғандықтан 9-ға қосатын болсақ дөңгелекті тең болады екен бізде 11. Сонда дөңгелектің өзін табуымыз үшін 11-ден 9 азайтамыз 2. Яғни біздің дөңгелегіміз тең болады екен 2-ге. Келесі есеп бізде шеңбер бойында 6 нүкте берілген. Осы нүктелер арқылы жүргізуге болатын хордалар санын табыңыз дейді. Ал енді ол үшін бізге шеңбер керек болады. Шеңберді саламыз. Шеңберіміз бізде шеңбер салатын болсақ 6 нүкте бар екен. 6 нүктені басқа түспен алайық. 6 нүктеміз бар. 6 нүкте болады бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6 нүктеде болатын болсақ, енді хорда дегеніміз шеңбердің кез келген 2 нүктесін біріктіретін түзуді біз хорда деп атаймыз. Яғни 2 нүктені біріктіруіміз керек. Сол кезде бізде хорда болады. Яғни мысалы үшін мына 2 нүктені біріктіретін болсақ, бұл бізде бір хорда. Сосын мынау 2-ші хорда, 3-ші хорда, мынау 4-ші хорда, мынау 5-ші хорда. Бір нүктеден шығатын, қалғандармен бірікетін 5 хорда жасауға болады екен. Ал енді мысалы үшін келесі 2-ші нүктеден алатын болсақ, бұл уже мына нүктемен бірігіп қойған. Бұны қайтадан ала алмаймыз, қайтадан санай алмаймыз. Өйткені мына 2-ші нүктеден 1-ші нүктеге барды деп айта алмаймыз. Яғни бізде хордалардың бағыты болмайды. Ал егер вектор болғанда, бұны да есептеуімізге болатын еді. Яғни бұл нүктеден бізде 1, 2, 3, 4. Яғни 4 хорда жасауға болады. Бағана біріншіден 5, енді бұл 2-ші нүктеден 4 хорда. Келесілерінен уже мына нүктеден есептейтін болсақ, бұл уже мына нүктемен 1-ші нүкте, 2-ші нүктемен бірігіп қойған. Бұл қалғандармен бірігеді. 1, 2, 3. Яғни бұл 3 хорда жасай алады. 3-ші нүктеміз. Сол сияқты қалғандар 2, одан кейінгісі 1 хорда жасап, олардың қосындысын тапсақ, біз жалпыны тапқан болып есептелеміз. 5-ке 4 қоссақ 9, 9-ға 3 қоссақ 12, 12-ге 2-ні қоссақ 14, 14-ке 1-ді қоссақ 15 деген мәнге ие болады екенбіз. 15 хорда жасауға болады. Немесе біз комбинаториканы білеміз. Комбинаторика формуласына қоя салсақ болады. Яғни теорилер формуласына қоямыз. n болған жағдайда m факториал астында m азайту n факториал көбейту n факториал деген формула қоямыз. Яғни бізде 6 нүкте бар, 2 нүкте арқылы хорда жасап жатырмыз. 6 факториал үстінде болады. Астында 6 азайту 2-міз бізде 4 факториал, көбейту n факториалымыз бізде 2 факториал болып есептеледі. 4-ке дейін қысқарып кететін болса, үстінде 5 көбейту 6, астында 2 факториалымыз бізде 2-ні береді. 2 мен 6-ны қысқартатын болсақ, мынау 1, мынау 3, жердегі 5-міз 15 болып, тағы да сол мәнге ие боламыз. Келесі сұрақ бізде 9-шы сұрақ. 4 мысық пен 3 марғаудың салмағы 15 кг, ал 3 мысық пен 4 марғаудың салмағы 13 кг болса дейді, бір мысық салмағын табыңыз дейді. Так, ол үшін бізге жүйе құрау керек болады. Яғни орналастыру деген тақырыбымыз. Орналастыру деген тақырыпта бізде мысықтарды m,
марғауға, яғни баласын b деп алайық. Бізде 4 мысықпен дейді. 4 мысықпен деген үшін 4m плюс 3 марғау, яғни 3 баласының салмағы бізде болады екен 15 килограмм. Ал 3 мысықпен дейді, яғни 3 мысық пен 4 марғау, яғни 4 баласының салмағы 13 килограмм болса, бір мысықтың салмағын біз табуымыз керек, яғни m-ді табуымыз керек. Осындай жүйе құраймыз. Жүйе құрап, енді шешуіміз керек болады. Жүйені шешуіміз үшін балдарын қысқартып жіберуіміз керек. Яғни бірдей сан болу керек. Яғни 4 пен 3-ті екеуін бірдей санға келтіруіміз керек. Ол үшін 2 ойысы екеуіне 12 болады. 3 12 болу үшін 4-ке көбейтеміз. 4 12 болу үшін 3-ке көбейтеміз. Так, олай болса, 4m-ді 4-ке көбейтсек, 16m плюс 3-ті 3b-ны 4-ке көбейтсек, 12b тең болады 15-ті 4-ке көбейтсек, 60. 3m-ді 3-ке көбейтсек, 9m. Қосалған 4b-ны 3-ке көбейтсек, 12b тең болады 13-ті 3-ке көбейтсек, 39. Екінші жүйемізді осылай өзгерттік. Енді екеуінде де 12b болғандықтан, екеуін бір-бірінен азайтып жіберсек, b-лар жойылып кетеді. Так, 16m-нен 9m-ді азайтсақ, бізде болады 7m. 12b-дан 12b-ні азайтсақ, 0 болады. Тең болады 60-тан 39 азайтсақ, бізде болады 21. m-ді табуымыз үшін 21-ді 7-ге бөлеміз. 21-ді 7-ге бөлсек 3 килограмм. Яғни біздің m-іміз бір мысықтың салмағы 3 килограммға тең екен. D вариант болады. Келесі бізде 10-шы сұрақ. Суреттегі тіктөртбұрышты параллелепипед пішіндес қойманың ішіне өлшемдері 20-30 а сантиметр болатын 2000 жәшік орналастыруға болатыны белгілі болса дейді, аның мәнін анықтаңыз дейді. Енді біз келіскендей, метр мен сантиметр келген кезде не барлығын метрге, не барлығын сантиметрге айналдыруымыз керек болады. Бізде метрді сантиметрге айналдырған қазіргі жағдайда ыңғайлы. 9 метрді 900 сантиметр, 4 метрді 400 сантиметр, 3 метрді 300 сантиметр деп алуға тура келеді. Так, енді 2000 жәшік сиятындығын қайдан білуге болады? Біз үлкен қойманың размерін өлшемін тауып аламыз, яғни көлемін V1-ді, сосын біздің кішкентай жәшіктердің өлшемін табуымыз керек болады, V2-ні. Ал жаңа неше штук кететіндігін, яғни n-ді табуымыз үшін бізде V1-ді V2-ге бөлу керек болады. Яғни қойманың көлеміні жәшіктің көлеміне бөлетін болсақ, ішіне неше жәшік сыюға болатындығын табуға болады. Яғни n-ді табу формуласы осылай болады. Енді бізде n берілген, V1 мен V2-ні табу үшін өлшемдер берілген. Яғни бізде V1-ді табуымыз үшін, так, мына өшіріп тастайық. Так, V1-ді табуымыз үшін бізде размерлар берілген. V1 тең 900 көбейту 400 көбейту 300. Яғни параллелепипедтің көлемін табу формасы бізде қалай еді? А көбейту Б көбейту С деген формаға тең еді. Сол жерден 900 көбейту 400 көбейту 300 деген мәнге ие боламыз. Енді 9 жердегі 4-іміз бізде 36, 36-ны 3-ке көбейтсек бізде болады 108. 108, арқасында әрқайсында 2 нөлден 6 нөл болады. 108-дің артында 1, 2, 3, 4, 5, 6 нөл болады. Тағын осындай мәнге ие болады. Енді бізге V2-ні табуымыз керек болады. V2-міз тең болады 20 көбейту 30 көбейту, бізде үшіншісінің мәні жоқ, А-ға тең. Ол да тең 20-ны 30-ға көбейтетін болсақ, бізде болады 600 А. Енді мына формулаға келіп қоямыз. N-іміз бізде 2000-ға тең, 2000 жәшік сият деп айтқан, 2000 жәшік бар ішінде сиятын. Осы 2000 тең болады V1. V1 бізде 108 миллион. Соңында 6 нөлі бар, бөлеміз 600 А-ға. Мына 2 нөл мен мына 2 нөл қысқарады. Сосын 2000 мына бетке бөлу өтетін болса, мына 3 нөл мен мынаяқтағы 3 нөлді қысқартуымызға болады. Сонда бізде болады
1080-ді 6-ға бөлеміз. Так, былайша салайық. Жазбаймыз. Жағын 6a-ны мына бетке көбейтіп өткізейік. Сонда 12a тең болады бізде 1080-ге. Бұл жерден a-ны табуымыз үшін 1080-ді бөлеміз 12-ге. 108-дің ішінде 12-ден бізде неше рет бар? 9 рет бар, я? 9 рет бар. Сосын 90. Яғни a-ның мәні 90-ға тең болу керек. D вариант, D нұсқасы бізде дұрыс жауап болады.